Баршаңызға сәлем. Бүгін екі затты ғана қажет ететін осындай әдемі дәмді картопты котлеттерді жасап үйренейік. Мені қолдап арнама тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Ал біз бастаймыз. Ең алдымен картопты қайнатып дайындап аламыз. Керек заттар төменде жазып өтемін. Оған тұз, қара қызыл бұрыш, паприка қостым. Сіз тек тұз қоссаңыз да болады, ол өзіңіздің қалауыңызға байланысты. Барлығын осылай езіп аламыз. Енді қолымызды сулап, осындай формаға келтіріп аламыз барлығын. Менде жалпы 12 штуктай котлет шықты. Ал енді қуыруға жұмыртқаны дайындаймыз. 2 жұмыртқа, ұн және тұзды қосып, кішкене араластырып, сүтімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Ешқандай комочки болып қалмау керек. Сүт қоспасаңыз да болады, ол өз қалауыңыз. Котлетті осылай жұмыртқаға батырып, қуырып алатын боламыз. Қызып тұрған майымызға салып, қуырамыз. Және бетін 1-2 минутқа жауып қойсаңыз да болады, толық пісу үшін. Асты қызарғанда екінші бетіне аударып, тағы да дәл солай бетін 1-2 минутқа жауып қоямыз. Екі беті де қызарып, толық піскен соң барлығын алып аламыз. Міне осылай бар жоғы 2 заттан ғана әдемі, дәмді котлет жасауға болады. Бұны таңғы асқа жасасаңыз да күшті кетеді. Бұл котлетті тек ыстықтай жеңіздер деп кеңес бергім келеді. Рецепт сіздерге ұнаған болса, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазғандарыңызды сұраймын. Ал келесі рецептте жолыққанша.